Жезтырнақ имек жез мұрынды, үлкен жез тырнақты, сұлу жас әйел кейпіндегі жын пері тектес мақұлық. Жезтырнақ ғаламат зор қара күш иесі. Оның ащы даусы жер жаңғырықтырады. Өзінің айқайымен құстар мен ұсақ хайуанаттарды өлтіре береді. Жезтырнақтың киімдері басынан аяғына дейін теңгелермен, моншақтармен, алтын және күміс түймелермен, жапсырма ілгектермен әшекейленген. Олар жүргенде осының бәрі сыңғырлап, тіпті қаңғырлап кетеді. Жезтырнақтар мойнына моншақтардан жасалған алқа, аяқ-қолдарына жүзік білезіктер таққан. Олар орманда өмір сүреді. Жезтырнақ. Бұрынғы уақытта бір Шора батыр деген бопты дейді. Бұл Шора батыр өзі бай екен, өзі мерген екен, өзі сондай сауық құрып жүретін адам екен. Бірақ та басқа кішкене тапшы болса керек. Бұл адам жылына, я болмаса 2 жылда бір рет ылғи мергендікпен сауық құрып, бірнеше жолдасымен ел бармаған, жұрт бармаған жерге кетеді екен. Тоғайға, тауға барып аң аулап, 1 ай, 2 ай, болмаса 3 айға дейін далада жүріп қайтады екен. Сол бір уақыттарда Шора батыр жанына 1 жеті жолдасын ертіп алады да бірнеше күншілік жерге кетеді. Азық-түлігін, төсек-орын алып, сол жерге барады. Барып аң аулайды, жатады. Сауық құрып жүрген кезінде бір түн ішінде өзі ұйықтағалы жатқанда жолдас Шорасына Шора батыр айтады: «Әй, осы жерде кісі киік деген киік бар, я болмаса жезтырнақ бар. Осы жезтырнақты мен бала кезімде естуші едім. Сол жезтырнақтың осы жерде ұқым-тұқымы бар деп естуші едім. Сол келіп қалар, осыдан қауіптеніп жүріңдер» дейді. «О, бұл қай уақытта келеді?» дейді жаңағы жолдас Шорасы. «Өздері де қорқатын болса керек. Қайтайық, Шора батыр, жезтырнақ келіп бір күні түгел өлтіріп кетер» деп қауіптенеді жолдастары. Сөйтсе, жезтырнақтың келіп жүргенін жолдастары көрмей, бірақ бір күні Шора батырдың өзінің көзі шалса керек. Бір күні кешке жуық ет пісіріп, отты жағып отырып: «Енді біраз күнде қайтамыз, жігіттер. Ана жерде, мына жерде жақсы аңдардың терісі бар. Оның барлығын жинайық, ел жұртқа қайталық. Біз келгелі талай уақыт болды» деп жолдас Шорасына хабарлап отырған кезде, бір әйел адам айдалада, тоғайдың ішінде, жаңағы тамақ ішіп отырған кісілердің қасына келеді. «Ой, бұл не қылған адамсың? Кел, бері шық» деп Шора батыр мұның жезтырнақ екенін біледі. Әдейі бұларды аңдып келгенін Шора батыр біліп, өзінің пышағымен ет кесіп береді әлгі жезтырнаққа. Етті жеп отырғанда Шора батыр жезтырнақты ежелден білетін үлкен адамдарға, жолдастарына айтпайын, оның тамағын көрейін деп, жаңағы пышақтың ұшынан етті тіледі де: «Мә, мына етті же» деп жезтырнаққа береді. Сөйтсе, жеңінің саусақтарын көрсетпей, жезтырнақ етті алады да аузына салып, қайтадан жеңімен қолын жабады. Сөйтсе, Шора батыр жаңағы пышақтың ұшына шаншып берген майын шөпке сүртетін көрінеді. Сөйтсе, жезтырнақ айтады: «Ие, сіз майды шөпке неге сүртесіз?» дейді де, сонымен теріс айналып жөнеледі. Сонан кейін жаңағы 7 жолдасы есі шығып кетеді. «Ойбай, бұл енді бәле болды ғой» деп Шора батырға ренжиді. «Жоқ, мұны біз аламыз, мұнан біз өлмейміз. Бұл жезтырнақтың осында әкесі де бар. Бұлар бірнеше адам. Бұны баяғыда әкеміз, шешеміз айтатын. Енді міне айтқанды көзбен көрдік» деп Шора батыр жолдас Шорасының көңілдерін жұбатады. Шора батыр жолдастарына ақыл айтады: «Мұнан енді біз өлмейік. Сендерге мен бұлай әдіс айтайын. Сендер мына әрқайсымыз отырған 7 томарша қарағайға киімімізді кигізейік, бөркімізді кигізейік, белбеуімізді байлайық беліне, қарағайдың басына шығып кетейік. Біз біраздан кейін бізді ұйықтат» деп аңдып жүріп, ақыры келеді. Ол қазір бізді көріп, бір жерде тұрған шығар дейді. Сөйтіп жолдастары тамағын ішіп алып, аттарын басқа жерге апарып қойып, жаңағыдай істеп, Шора батырдың ақылы бойынша томаршықтарына шапандарын кигізіп, бөріктерін кигізіп, белбеулерімен
буып адам етіп қояды да ортасына дәу етіп от жағып, әлгілер әйтеуір оқ жететін алыстау жерге қарағайдың басына шығады да отырады. Сол біраздан кейін, жарым түннен асқаннан кейін жезтырнақ келеді де, ана томаршықты бір ұстап кіндігімен шаншиды. Мұнасын бір ұстап лақтырып тастайды да, бұлар қайда кетті екен деп адамдар таппай оттың қасына келіп отырады. Құрметті тыңдармандар, бұл ертегінің қалай аяқталғанын, батырлардың жезтырнақтан қалай құтылғанын білгілерің келсе, біздің кітапханамызға келіп, осы кітапты алуларыңызға болады.